міне былай дейді, негізі не туралы? Жайлы мектеп ұлттық жобасы туралы. Біз тақырыпты кәдімгідей жайлы мектеп деп қоямыз да, тақырып, немесе жайлы мектеп ұлттық жобасы деп тақырыпты қоямыз. Енді сол жайлы мектеп ұлттық жобасы туралы не айтады? Соңғы 10 жылдың ішінде еліміздегі оқушы саны 1 миллионға өсіп, бүгінгі таңда 3,7 миллионға жетіп қалды. Жоба аясында 842 мың оқушыға арналған жаңа форматтағы оқу орындарының ауқымды құрылысы көзделген. Бөлек-бөлек ойлар. 2023-2025 жылдарда 842 мың оқушыға мектеп салуға 2,6 триллион теңге қарастырылды. Ұлттық жоба аясында 60 мыңға жуық уақытша және 40 мың тұрақты жұмыс орны ашылмақ. 2026 жылға қарай 100 мыңға жуық мұғалім маман даярланады деп күтуде. Әрқайсысы бөлек-бөлек, бір-бірімен ешқандай байланыс жоқ сөйлемдердің арасында. Енді осындай мәтін келеді де, тұтас емес осындай сурет мысалы келді. Енді осыдан бала тұтас мәтін шығару керек. Осы негізгі ақпараттар осылар, мінекей. Мына бәрі негізгі ақпарат. Осы негізгі ақпараттарды байланыстырып отырып, яғни негізгі ақпараттарды байланыстыратын сөйлемдерін, грамматикалық құрылымдарын арасында мүмкін осыны байланыстырып жіберу үшін қосымша ақпараттарды қосып жіберіп барып, тұтас мәтін шығарады. Біз қазір соған жаттығамыз. 10 минут жететін шығар әріптестер. Бұл жерде енді көп болса бір 70-80 ғана сөз шығады мәтіннен. Ұзақ болмайды. Жақсы. Сонымен енді сөйлейміз, жазған жоқпыз, сөйлейміз. Кім сөйлеп айтқысы келеді? Мысалы, бұны біз оқушыларға сөйтіп айттық. Осы мәтінді оқыдағыны, сосын тұтас мәтін түрінде сөйле деп айттық, Сонда оқылым, айтылым болып тұр. Оқи берейін ба? Айта беріңіз. Жайлы мектеп ұлттық жобасы. Мемлекетіміз қазіргі таңда білім сапасын арттыруда, оқушыларға заманауи білім беру мүмкіндіктерін жасау үшін жайлы мектеп ұлттық жобасын әзірледі. Өйткені 10 жыл ішінде елімізде оқушы саны 1 миллионға өсіп, қазір 3,5-3,7. Сондықтан жоба аясында 842 мың оқушыға арналған жаңа үлгідегі мектептер құрылысын салу көзделуде, және мектеп салуға 2,6 триллион теңге қарастырылған. Бұл жоба аясында жұмыссыздық саны азаяды. Өйткені 40 мың тұрақты жұмыс орны ашылса, 60 мыңға жуық уақытша жұмыс жасалады. Бұл көрсеткіш ел әлеуетін жақсартатыны сөзсіз. Ал 26 жылға қарай мұғалімдер потенциалын жоғарылатуда 100 мыңға жуық мұғалім маман даярланады деп күтуде. Қорытындыға келгенде, бұл жоба болашақ ұрпақты заманауи көшке ілесе алатын азамат дайындауда көзделген және заманауи білім беруге мүмкіндік туғызатын жоба. Тамаша, күшті шыққан бар ғой. Күшті шыққан. Енді бір ақпарат қалып қалды. Қай ақпараттар қалып қалды әріптестер, байқадыңыздар ма? 2023-25 жылдардағы деген. 842 мың деген. 2023-2025 жылдарда 842 мың оқушыға мектеп салуға деген. Жаздым ғой, мынарада. Сондықтан жоба аясында 842 мың оқушыға арналған жаңа үлгідегі мектептер құрылыс салу көзделді. Мен жылды жазбадым. Және мектеп салуға оқушыларда осылай істейді, жазбай қалады. Ал негізінде мынандай тұтас емес мәтіндерді интерпретациялаудың мақсаты мына берілген ақпараттың бірде-біреуін қалдырмай жазу. Онда былай болады. Мысалы, сіз сол мынау негізгі ақпаратты байланыстыру үшін жаңа қосымша ақпараттар әкеп қостыңыз ғой? Ол болады. Бірақ мынау беріп тұрған негізгі ақпаратқа сіз басқа бір ақпарат әкеп қоспайсыз, негізгі ақпараттарды өзгертпейсіз. Бірақ беріп тұрған негізгі ақпаратты тастап кетпей түгел қамтуыңыз керек. Оның негізгі интерпретациялаудың мақсатының өзі сол. Рахмет. Сонда оқушының жұмысын тексерген кезде де солай қаралады. Негізгі ақпараттың түгелі қамтылған ба? Негізгі ақпаратты жеткізу үшін қандай қосымша
нелер ақпараттар арқылы қосымша ақпараттарды пайдаланған, қосымша ақпараттарының ішінде, пайдаланған қосымша ақпараттардың ішінде негізгі ақпаратқа зиян әкелетін, негізгі ақпаратты өзгертіп жіберетіндей ақпараттар болмау керек. Ол жай ғана мына ақпаратты тұтастыру үшін ғана қолданатын сөйлемдер болу керек. Ол қосымша сөйлемдер ғой негізінде. Негізгі ақпаратты байланыстырушы ойлар, сөйлемдер. Солар қосымша болып тұр. Жақсы, өте жақсы. Жақсы емес, өте жақсы. Тағы қайсыңыз оқыңыз келіп тұр? Енді бір әріптес оқыса, сосын ары қарай жалғастырамыз. Мен оқып көрейін. Балалар болашағымыз. Балалар сапалы білім алу үшін, олар оқитын білім ордасы әрі жайлы, әрі сыйымды болуы шарт. Соңғы 10 жылдың ішінде еліміздегі оқушы саны 1 миллионға өсіп, бүгінде 3,7 миллионға жетіп жығылатыны жасырын емес. Бұл кезек күттірмейтін, шешу талап ететін мәселе. 2023-2025 жылдарда 842 мың оқушыға мектеп салуға 2,6 триллион теңге қарастырылған екен. Бөлінген қаражатқа жоба аясында 842 мың оқушыға арналған жаңа форматтағы оқу орындарының ауқымды құрылысын салуды көздеген. 2026 жылға қарай 100 мыңға жуық мұғалім маман даярланып, ұлттық жоба аясында 60 мыңға жуық уақытша және 40 мың тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Игі мақсат өз мәресіне жетіп, балаларымыз жайлы мектепте білім алады деп сенеміз, деп жазыппын мен. Жақсы. Жақсы, тамаша. Негізгі ақпаратты тұжырымдап, болжам жасап бердіңіз, жарайды, сенеміз деп болжам жасадыңыз. Жетеді деп мақсатына, ол болжам сөйлем болады. Жақсы. Сонымен әріптестер, бұл мәтіндік емес, бұл графиктік болды. Графиктік ақпаратты интерпретациялау түсінікті болды ғой, Түсінікті. Яғни суретте берілген мәтінді, өзімізше қайттан қарапайым мәтінге айналдық. Тұтас мәтінге айналдық. Беру сол ақпаратты интерпретациялау болып есептеледі. Тұтас мәтінге айналдық. Түсінікті. Сосын оқушылар осыны түсіну үшін керісінше жұмыс істетеміз. Керісінше тұтас мәтінді береміз де, жаңа сіз тұтас мәтін шығардыңыздар ғой сіздер. Сол тұтас мәтінді береміз де, ішіндегі негізгі ақпараттарын таптыртып, сол негізгі ақпарат бойынша сен графика, тұтас емес мәтін жаса деп айтамыз. Тұтас емес мәтін. Сонда балалар өздері біледі. Тұтас емес мәтінді, сонда бірінші рет бала мынаған қарайды. Қай түріне жасайды? Тұтас емес мәтіннің қай түрімен жасау керек бұны деп. Мысалы, осыны кестеге салуға келе ма? Жоқ қана жай сурет қып бере салу керек пе екен бұны? Бұдан диаграмма жасау керек пе деп бана инфографиканың түрін өздері тауып ажыратады. Тұтас емес мәтін, Енді осыны мына ақпараттарды салыстыру дейді. Кеше сіздерге айттым, бір сондай бір жұмыс кездестірдім деп. Балаға 1000 сөздік жазатын мәтінді беріп қойғандағыны 200 сөзден тұратын тұтас мәтін шығар графиктен деген сондай тапсырма. Енді ойлаңызшы, тура сол сияқты сіз беретін тапсырмаңызға қарай графигіңіз сәйкес келіп тұру керек. Мына жерде ақпараттарды салыстыру дейді. Сонда сіздің беретін мынандай мәтініңізде де салыстыру болу керек. Бала не нәрсені салыстыра алады? Ақпараттың ішінен қарап көруіңіз керек. Енді қараңыздар, осы жерде не нәрсені салыстыра алады балалар? Халықтың сан жағынан салыстыра алатынша? Жұмыспен қамтылған халық. Негізі, тұтас емес мәтіннің тақырыбы жұмыспен қамтылған халық. 2019 жылы жұмыспен қамтылған халық. Әр облысты бір-бірімен салыстырады. Мысалы, бұлай салыстыруға болады. Мегаполистерде, ірі қалаларда, Ең көп, ең аз деп жинақтауға болады. Әртүрлі салсы. Одан кейін жаңағы жұмыспен пайызға апарып тастауға болады. Мына жерде пайыздар тұр ғой, көрдіңіз бе мінекей? Пайыздық көрсеткіштер. Пайыздық көрсеткіші бойынша жинақтап тастауға болады. Мысалы, ең жоғарғы пайыз және ең төменгі пайыз, сол ең жоғарғы пайыз бен ең төменгі пайыздың ортасын шығарып, сосын сол ортасынан жоғарыларды жұмыспен
жоғары қамтылған, төмендерді жұмыспен аз қамтылған деп сөйтіп салыстыруға болады. Одан кейін салыстыруға болады аймақ бойынша. Аймақ бойынша. Аймақ бойынша салыстыруға болады. Сонда оқушыға сіз бергеннен кейін оқушы ойланып отыру керек. Мынаны қалай? Өстіп ойлайды да, әркім әртүрлі салыстырып кетеді сонда балалар. Біреулер жаңағыдай пайыздық көрсеткішімен жинақтай кетеді. Математиктер ғой, мысалы, біздегі балалар. Оларға сол пайызымен күшті. Пайыздық жағымен жинақтай кетеді. Біреулер аймақ жаққа қарай көше бастайды. Сосын соны сөйтіп ақпаратты салыстырған кезде, сосын олар болжаммен жазады. Неге? Неге мынандай жерлерде жұмыспен қамту өте жоғары болды? Неге мынау оңтүстік аймақта жұмыспен қамту төмен болып тұр деген сұрақтарға жауап іздейді. Жауап іздеп отырып, байланыстырып отырып жазады. Жай ғана бүйтіп, мына жерде жұмыс аз қамтылған екен, мына жерде көп қамтылған екен деп нетпейді. Себептерін анықтап отырып жазады. Климатқа байланысты мысалы. Соны ана халықтың байланысты. Халықтың көп орналасқаны, тығыздығына. Сонда көрдіңіз ба? Осы нәрсені ақпараттарды салыстырып, оған сараптап жазып отыру үшін, мысалы 8-ші сыныпта соны салыстырып қана қоя салады. 9-ші сыныпта қараңызшы, салыстыру өңдеу дейді. Міне өңдеу деген сол бір қосымша мәліметтерді қосып, соны сараптап, талдап, болжап жазады. Қазір мынаны дұрыстап қояйын. Мінекей. Сонда мен түсіндірейін дегенім бұл бойынша. Бұл да ақпарат. Көрдіңіз ба? Мыналардың барлығы да негізгі ақпарат. Мінекей. Негізгі ақпарат осы. Ал мәтіннің аты 2019 жылы жұмыспен қамтылған халық. Енді осы негізгі ақпараттарды негізге ала отырып, сіз салыстыру мәтінін жазуыңыз керек. Мәтін сонда бағана айттым ғой, себеп салдарлық абзац, қарама қарсылық абзац, ақпаратты жеткізу абзац деп, сонда мәтіндік деңгейде талдағанда сондай абзацтар талданады деп. Бағана мысалға келтіргенде де бір-ақ абзац тұр, мысалдың ішінде. Сол сияқты сіздерде де мына мәтін салыстыру мәтіні. Не дейді де болады, шетелдіктерде болады, кәдімгідей өзі бөлек салыстыру мәтіні деп жазады олар. Одан кейін қарама қарсы көзқарастар мәтіні, себеп салдарлық мәтін, ақпараттық мәтін деп кәдімгідей солай жазады олар. Мына сонда бұл ақпараттарды салыстыру мәтіні болып есептеледі, мәтіннің түрі. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма бұл бойынша? Түсіндіңіздер? Сонда сіздің беретін мынау мақсатыңыз, оған байланысты беретін тапсырмаңыз, сол тапсырмаңызға графигіңіздің сәйкес келуі бәрі болу керек. Сонда сіз тұтас емес мәтінмен жұмысыңыз алға жылжып дұрыс жолға қойылады. Ал жаңағыдай мысалы сөз саныңыз сәйкес келмей тұрса, немесе мына жерде ақпараттарды салыстыр деп тұр мақсатта, ал бірақ графигіңізде салыстыратын еш нәрсе жоқ болса, онда мақсат жүзеге аспай қалады. Енді келесі, мінекей бұл 9-ші сыныпта тұтас емес мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу. Енді бұл жерде Қазақстан біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде, Қазақстанның біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде кеңесіндегі басымдықтар, мына Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде 2017 жылы қаңтардағы саяси үндеуінде тұжырымдалған дейді. Енді мұнан бәрі салыстырылады ғой. Ядролық қарудан азат әлем құру, жаһандық соғыс қаупін болдырмау және толық жою, орталық Азияда бейбіт қауіпсіз ынтымақтастық пен дамудың өмірлік аймағының үлгісін қалыптастыру, халықаралық терроризм және экстремизммен күрес, Африка құрлығындағы ұлттық бітісуге және бейбітшілікті қалпына келтіруге күш-жүгер жұмсау, соғыстар мен қақтығыстарды болдырмау, адам құқықтарын қорғау, тұрақты даму мақсаттарын іске асыру, климаттың өзгеруімен күрес бойынша бірлескен шаралар, Еуропа мен Американың, Азия мен Африканың ұжымдық қауіпсіздігі жөніндегі барлық өңірлік ұйымдар арасындағы ынтымақтастықты кеңейту үшін күш салу. Мынау кішкене күрделі. Көрдіңіз бе? Бірнеше ақпарат бар, бірнеше ел бар мынаның ішінде.
өте күрделі тақырып, бұл 9-шы сыныпқа. Осыны балалар мына ақпаратты алып шығып, өңдеп деп көрдіңіздер ма? Өңдеп дегенде мына жерде Еуропа мен Американың, Азия мен Африканың өзінен өзі мына жер салыстыруды шақырып тұр. Сонда осы нәрсені алып шығу үшін бала қосымша ресурстар іздейді. Халықаралық терроризммен және экстремизммен күрес. Мына жерді алып шығу үшін бәрі Қазақстанның біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздігіндегі кеңесіндегі басымдықтары, оның басымдығын көрсету үшін халықаралық терроризм және экстремизммен күрес басқа елде қалай, Қазақстанда қалай, Қазақстанда осы жерде басымдықтар бар ма, жоқ па, салыстырулар кетеді. Мына өте көлемді, мынадан бар ғой 300-400 сөз жазады бала. Көп қосымша ресурсты қажет етеді. Бұны және бір сабақтың үстінде жазбайды балалар. Мысалы, бұны жазып қорытындап беру үшін балаға кәдімгідей береді. Бала осы алып шығу үшін қосымша ресурстармен жұмыс жасайды. Одан кейін оны қосымша ресурстарын осымен байланыстырып әкелді, мәтінді жазады. Мәтінді жазады. Одан кейін оған кері байланыс мәтінге сол жазып әкелгеніне тура осы немен суретпен салыстыра отырып, мына жердегі мәліметтермен салыстыра отырып мәтінін оқисыз. Содан кейін барып кері байланыстан кейін ол қайта жазады. Бұл ұзақ жұмыс. Бұны сабақ үстінде сіздер жазып жаттыққыларыңыз келіп тұр ма? Жоқ, бұны жалпы түсіндіңіздер, қалай жұмыс істейтін, сол жеткілікті ме? Бұл түсінікті. Негізінде ізденімпаздықпен жұмыс істейтін балалармен жұмыс. Бұл кәдімгідей бұны мынандай не бар ғой, мысалы, бізде өзі оқу мақсатын жеткізу және оқушының дағдысын қалыптастыру ғой, негізінде біздің оқытуымыздағы негізге алып отырған қызметіміз сол, Сонда сіз осы жұмыспен оқушының зерттеушілік қабілетін қалыптастыру немесе жетілдіру деген нені алсаңыз, мақсатты өзіңізге, кәсіби даму мақсатыңызға мысалы. Сол кезде осы жұмысты берсеңіз, осы оқушының зерттеушілік дағдысын жетілдіретін жұмыс.